Жігіттер негізі мұнай үй іші бар ғой, мұнай үйде мен шыны айтайын тұра алмаймын ғой, по-любому өздерің де түсінесіңдер. Ну, рахмет, көңілдеріңе көп рахмет, салып беріп жатсыңдар, там енді келіп қалапса келім сыйлап жатсыңдар, бәріне рахмет. Бірақ мұнай үй дейтін мен өзің тұра алатын ба едің, мысалы Нұрлан айтшы? Мұнай үйде мен тұра алмас едім президент болғасын, бірақ сен тұра алатын сияқтысың мұнай үйде. Жоқ, енді без прикол айтсақ мұнай үйде ешкім тұра алмайды. Енді ойланып тұрмын бар ғой, мұнай үйді қалай қылсам болады деп. Ермұхан, сен енді бомжсың ғой, саған можно осындай үйде тұру. В смысле бомж, в смысле бомж, сен ойнайтын. Так, Ермұхан, так, ладно, біз енді әзілдеп жатырық, мұнай үйді саған салып бердік қой енді. Так, давай Ермұхан, бүйтейік. Қазір саған енді үй керек қой да. Сен дейтін қаламса мемлекетіне енді келдің да. Саған енді ақша табу керек, жұмыс жасау керек. Және сен де қазір үйді өзің салғанша, лучше сен сатып ал. Қазір объявление қойық. Давайте объявление қараймыз ба? Объявление қарағанда Қаламстанда үйлер сатылып жатыр ма не уже? Как раз мен білемін мына жерде адамдар сатып жатқан үйлерін, где-то 3-4 адам сатып жатқан үйлерін. Ё-моё, онда бүгіндікке тұра тұрыңдар, мен қазір камерамды алып қосып жіберейін. Хей, барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Нұрмұхан, достар, көріп тұрғандарыңыздай бүгін біз Селди және Нұрлан үшеуміз дейтін бүгін үй қарайтын боламыз. Достар, алдыңғы бөлімде көргендеріңіздей біз алдыңғы бөлімде мынандай шедевр үйді салған болатынбыз. Достар, бұл шедевр үйді енді өздеріңіз бағалап кеттіңіздер комментарийда. Ну, енді Селди мен Нұрланға өте көп рахмет, Қаламстанға келіп маған осында үй беріп жатқанына. Бірақ достар, мен бұл үйде тұра алмаймын, сіздер өздеріңіз де түсінесіздер, бұл үйде дейтін тұру мүмкін емес. Сондықтан бүгін біз дейтін Нұрлан, Селди үшеуміз бәріміз қазір объявление, яғни кім үй сатып жатыр соларды қарайтын боламыз. Әрине сіздер видео басталмай тұрып арнаға жатып лайк басып ұмытпаңыздар. Че там Нұрлан, сен объявлениені қайдан қарауға болады, Селди? Мына Қаламстан қазір қараймын. Кеттік ал, қалаға барайық, мен білем, бір-екі адамды білем, солар дейді. Қазір мен артынан қазір қалаға барып үйлерді қарап қайтатын боламыз. Все достар, біз қазір дейтін Қаламстанға, яғни қалаға қарай барып үйлерді қарайтын боламыз. Ну, қазір ойлап тұрмын, примерно достар, енді Қаламстан дейтін бәрібір дамып кеткендіктен ол жақта керемет үйлер болады деген ойдамын. Әрине сіздер оған өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Так, бізде Селди, что там сен қалай ойлайсың? Қаламстанда примерно қанша ақшаға, қандай неге сатып алуға болады үйлерді, қандай бағаларда бар среднем? Ойбай. Так, Ермұхан, мен ойымша бір 30 ба, бір стактан ба, бір 60 алмаз ба сондай тұрады. Бірақ үйі қандай соған байланысты ғой. Мысалы бір мықты шедевр үй болса, бір 2 стак алмаз мүмкін. Мысалы 120 алмаз немесе 110 деген сияқты. Білмеймін, енді көреміз енді. Ну, в общем, үйге қарайды десе, үй қаншалықты жақсы болса, оның да бағасы соншалықты жақсы болады деп тұрсың ғой сен примерно, иә? Солай болып тұр енді. Жігіттер, оның бәрі фигня, сендер ақша тұрады деп жатсыңдар үйді, сол ақшаны қаяқтан аламын мен, сол қызық болып тұр. Бізде Қаламстанда қандай нелер бар ақша табудың жолдары дегендей. Селди айтады саған қазір, Селди сондай сұрақтарға жақсы жауап береді. Біріншіден сен жұмыс істей аласың, жұмыс істеп жаңағы барлық ақшаны қойып тастайсың, немесе сен кредит алуға болады, мысалы, либо немесе менен қарыз аласың. Бізде сонда Қаламстанда кредитная система бар деп тұрсың ғой, базар жоқ. Бізде Хасан банк деген бар, қазір сондан біз ала аламыз ақшаны. Селди алып береді өзі Хасан банктан, немесе Селдидің өзінде несі бар, ақшасы бар. Дамып кетті ғой. Болды, түсінікті. Онда мен қазір видеоның соңында айта жатармын, онда сендерге қандай неге жүгінетінді, қандай ұсынысқа. Давайте онда қазір объявлениелерді қарап бастай берейік. Все, так, Нұрлан қазір бізді бір жаққа алып келді, достар, қараңыздар, мына жақта уже примерно осы үй деп мен ішім сезіп тұрған сияқты. Осы үй сияқты бізде қазір бірінші сатылып жатқан. Міне, біздің мына кісіміз, осы кісі сатып жатыр, Темір Қаламстан деген. Танысып қойсам болады. Танысып, уағалейкумассалам. Мен жазып қойыпты бағасын. Үй сатылады, бір стак алмаз дейді, достар, қараңыздар, бізде дейтін, ну, почти емес, мына шынымен де центр города, бізде кәдімгідей қаланың ортасы, бізде мына үй бір стак алмазға, негізі центр города ондай мұнша таба бермейсің, Мына қараңыздар, достар, мына жақта бізде Ақорда тұр, и мына жақта бізде сразу қараңыздар, арасы дейтін бір какой-то 500 метрге жетпейтін шығар, достар, қараңыздар. Давай, кіршіше, Ермұхан. Все, давайте, біз қазір дейтін үйдің ішіне кіріп жатырмыз, достар, так, ішіне кіретін боламыз. Мына жақта дейтін бәрі үй сатып алатындардың бәрі келіп алған ба, мына жаққа немене. Так, достар, қараңыздар, мына жақта дейтін бізде қазір дейтін, мынаның ішінің бәрі диорит екен. Базар жоқ, достар. Мына жақта енді үлкен екен, кәдімгідей кең екен, мына жақтарда дейтін. Ну, мына жақта, в общем, вида әдемі екен, қараңдар, достар. Қалаға көрінеді екен бұл үйден. Бірақ енді андай ғой,
дизайн онша емес болса да бірақ қаланың ішінде деген әңгімесі болып тұр ғой бұның. А қаланың ішінде болғасын енді бұның бұл үйдің несі бар өзінің. Иә, өзінің фишкасы болып тұр да, плюстары бар. иә, типа қаланың ортасында деген өзінің бір Ерімхан. уникальность болып тұр. Но бұл ешқандай дизайны ештеңе емес, бұны ертең өзгертіп ала береміз. Ну енді қазір бұл Ремонт, біріншіге, ремонт. иә, ремонт жасап ала береміз. Склад бар. Так, бізде мына жақта склад бар екен, мына жақта полноценный заттар бар екен, барлық адам өмір сүруіне не керек бар, соның бәрі, яғни условияның бәрі бар екен, базар жақ өте тамаша. Так, бізде енді мынау бізде бірінші үй ғой енді. Жаңа 3-4 объявление деп еді, енді екінші үйге барып қарап көреміз да. Иә, онда бетек мен темір қаламстанға айтып кетейін. Так, қазір бір алып келеміз деп. Все, давай, Қазір енді басқа үйге бір алып келеміз деп келмей қалып жүрмейік енді. Иә, достар, қазір біз бір алып келетін боламыз. Все, так дейтін біз достар екінші вариантқа келіп қалған болатынбыз. Так, бізде міне Нұрлан келген екен уже. Қазір Нұрлан осы жаққа әкелді бізде. Қазір енді қарайтын боламыз. Достар, қараңыздар, енді бұл жер дейтін бізде ерекше екен, достар, ерекше екен. Так, все, давай қарап көрейік. Бұл бізде кімнің үйі деп тұр? Үй сатылады 30 алмаз дейді. Достар, қараңыздар, бағанағы үйден бұл дейтін 2 есе арзан екен, достар. 2 есе арзан екен. Базар жоқ, достар, қараңыздар, мына жақта дейтін бізде. Ну, енді бірақ 2 есе арзан болуының да бір себебі бар, потому что достар, бұл жақта дейтін қараңыздар, ондай қатты үлкен объем жоқ екен, мына жақта андай бағанағыдай кең емес. Мына жақта бізде склад бар ма? Иә. Бұл да қалаға жақын орналасқан. Мен үйім көрінеді, Ақорда көрінеді бұл жақтан. Иә, достар, қараңыздар, мына жақта Ақорда, мына жақта жаңағы үй тұр екен. Иә. Үй кішкентай, бірақ білмеймін, мен ойымша бұл 30 алмаз тұратын сияқты, мен ойымша. Иә, кішкентай болғанымен, қаланың ортасы кішкентай болғанымен, еще жан-жағында огороды бар екен, осына грядкалары. Ну, в общем, қарным ашты демейді екенсің. Так, мына үйдің айналасын қарап көрейік, мына арт жақтарында то. Жоқ, бұл басқа біреудің несі екен, басқа бір адамның территориясы екен. Ну, бірақ үйдің дизайны енді не, андай, қалай айтсам болады, қарапайым екен, ешқандай артық нәрсесі де жоқ, кем нәрсесі де жоқ, бірақ өте тамаша екен. Достар, сіздер де комментарияға жазып отырыңыздар, қандай үй сіздерге барынша ұнап жатыр, қандай үй ұнап жатқан жоқ, соларды комментарияға жазып отырыңыздар. Немесе сіздер қандай үйді, яғни сіздер де Қаламстанды ойлайтын болсаңыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Никтарыңызды и сіздердің үйлеріңізді көріп көретін боламыз. Так, жотам, Нұрлан, мына үй саған негізі ұнап тұр ма өзіңе? Маған ба? Білмеймін. Мен негіз шыны керек, білмеймін даже, екі үйде шыны керек плюстар мен минустар да бар. Екеуінде плюс, екеуі де қалада орналасқан. Мына үйдің өзінің плюстары бар. Мына үй кішкене түсінікті да, былай көзге түсінікті көрінеді. Иә. Ана үй кішкене әртүрлі блоктармен салып тастаған ба, сондай. Охранниктер бар екен мына үйде. Білмеймін ал. Не болса да сен өзің таңдауың керексің, Ермұхан. Иә, достар, сен өзің тұратын боласың. Мен ойымша 30 алмаз сен қалтаң көтеретін сияқты. Мысалы, бір стакқа алсаң, не саудаласып қара. Иә, төлеуі ұзақ болуы мүмкін. Мысалы, 30 алмаз деп тұр, бірақ бұны 20 алмазға дейін түсіруге болады деген ойдамын. Енді көреміз қазір. Так, енді бізде үшінші вариант бар ма? Үшінші вариантты көріп көрейік енді. Бар. Темір Қаламстан мында айтып жатыр. Сауда жасауға болады дейді. Түсіріп берем дейді. Саудасы бар дейді. Ема достар, қараңыздар, бізде саудасы бар дейді. Енді көретін боламыз. Қазір кім қаншалықты түседі, кім қаншалықты береді. Солай қазір қарайтын боламыз. Достар, енді біз қазір үшінші вариантқа кеттік. Бізде жаңа сатылып жатыр еді. Так, бізде 15 алмаз дейді, Нұрлан. Так, мынау қай баланың үйі? Қазір барып қарап көрейікші 15 алмазға. Жігіттер, қайда кетіп қалдық біз деген. Мая, ауылдың шетіне, қаланың шетіне кетіп қалдық қой. Мынау жердің жер екен, базар жоқ еді. Чотам, шашақ қоймандар ма сендер? Қаланың сырты, бірақ қарашы үйді. Мынаны жақты қарасаңдаршы, қандай әдемі болып тұр. Ё-майы. Мынау нағыз андай үй ғой, мынау головые вставление дейтін үй ғой, мынау базар жоқ. Достар, қараңыздар, біз Қаламстанға қызмет етеміз, Орда қаласы дейді. Мына достар, қараңыздар, мына жақта дейтін бізде басқа Қаламстаннан басқа тағы бір қала бар, достар, яғни Қаламстанның басқа қаласы. Достар, қараңыздар, міне бізде Еркош дейтін жаңағы бала, үйін таппай жатқан бала. Енді біз қазір үйіне келдік. Так, достар, енді үйдің әрине біз бірінші болып сыртын қарап шығайық. Достар, қараңыздар, мына үйдің ішіне дейтін просто дейтін сен өзің керек заттарың саласың. Мына сыртын әдемілемесең де болады. Мына жан-жағында кішкене ағаштар егіп, кішкене үйлер салсаң болады. Еще мына үйде, достар, қараңыздар, бұл үйді жаңа бізге Еркош 15 алмазға сатам деген болатын, достар. Так, енді ішінде ештеңе жоқ екен көріп тұр. Сонда да бірақ кіріп көрейік енді ішіне. Так, достар, мына так үйдің ішіне кіріп көрейік, достар. Так, қарап көрейік. Мына жақтарда бізде не бар, не жоқ, достар, қараңыздар. Так, мына жақтарда так. Ермұхан, нағыр. Бекарыстың үйі ертең бітіремін дейді. Тоқта. Маған ұстаңдар, ұста. Еркош ұста. Еркош ұста. Так, қашпайсың. Тұр. Өтірік алдап отыр, оны 10 күмес болып тұр ғой да? Мына өтірік алдап тұр. Тұр. Қазір просто сен түрмеге қалмай тасталды, Еркош. Так, тұр, чатқа жаз. Сен киің ба, мойында.
Так, достар жоқ дейді. О. Ема достар, қараңыздар, бізді үй сатып алатын кезде ұрлап кетейін деп, бізді алдап кетейін деп тұр достар. Қараңыздар, базар жоқ. Что там мемлекет басшысы бұндай алдақшыларға сіз не айта аласыз? Не жаза қолданасыздар? Жоқ, бұл дұрыс емес. Біреудің үйін өзі үй деп айту бұл тыйым салынады біздің мемлекетте. Сол себепті бұл дейтін мелкий хулиганство ма сыйлығы қалай болатын ол. Но бірақ мысалы мен Ол жаңа не- табличканы көрмей алған сатып алсам, мен дейтін уже басқа біреудің үйінде тұрып жатқан боламын ғой мен. Иә, қанша саттың ғой? 15 алмазға алдап кеткісі келді ғой сені. 15 алмазға сатқысы келді ол. Так, 15 алмазға Жақсы, болса, достар, біз оған 24 сағат түрме ғой достар. 24 сағат түрмеге бізде еркош кететін болады достар. Көрдіңіздер ме? Бізді просто алдайтын болып, просто алдағаны үшін бізде 24 сағатқа түрмеге кететін болады. Достар, олай ешқашан алдамаңыздар. Қаламсаңа келіп, именно еще қаламсаңа келіп үйтіп, олай алдамаңыздар. Так, енді енді бізде үшінші вариант өтірік болса, сонда жаңа екі ғана вариант қалып тұрма бізде. Так, сонымен достар, бізді алдап кетпекші болды, бірақ оны біз бірден байқап қойған болатынбыз. Достар, енді бізде екі вариант қалып тұр. Енді біз қазір Қаламстанға қайтып, сол жақтағы екі варианттың біреуін алатын боламыз. Так, достар, біз дейтін қазір ойлана келе, біз дейтін қазір Темір Қаламстан үйін сатып аламыз деп шештік. Достар, біз қазір Темір Қаламстан үй жағына келдік. Так, бізде Темір Қаламстан өзі қайда достар? Так, достар, неге мен бұл үйді сатып алайын деп жатырмын достар? Қараңыздар. Мә, так, бізде уже күттім деді. Бір айналып келдік, иә, Темір Қаламстан. Нағара Ермұхан, нағара. Так, не деп тұр? Нағара, сенде охранник болады зато, нағара. Сыртқа шықшы, сыртқа. Ема достар, қараңыздар, мен мына жақтағы охранниктерді байқамаппын, бағана просто үйдің ішіне кірдім, просто тұрған игроктар ма деп ойласам, жоқ достар, қараңыздар, мына жақта бізде охранниктер бар екен достар. Так, достар, неге мен бұл үйді таңдау себебімді айта кетейін достар. Бұл дейтін бізде бұл үйдің площади, яғни көлемі өте үлкен достар. Қараңыздаршы, мына жақта біз дейтін қандай объем, мына жақта мысалы мына жерде бізде склад тұр ғой достар. Біз мына жерде складтың орнына тағы бір комната қосып, немесе одан да үлкен қылып үй салып тастасақ болады. Немесе достар, немесе мына тұрған диариттердің бәрін, яғни үйдің дизайнын, яғни ремонтты біз вообще басқаша қылып өзгерте аламыз. Так, достар, бізде Темір Қаламстан чатқа так үйдің бағасын түсірем деп шешім қабылдадым дейді. Так, достар, ема Темір Қаламстан, что там сен бағана бір саг алмаз деп тұрың, енді қанша алмазға сата аласың? 50 ғой, 50. 50-ге түсіресің ба? 50-ден де түседі ау. 50-ден сен дейді, 30-ға, 30-ға 40 минусын тауыламын ғой, бро. так, 40 алмазға, бірақ дүкен өзіме қалады дейді. Так, ол кезде бізде площадь азайып кетеді онда бізде дүкен не алатын болса. Мына жақта үйдің өзі дейтін. Ну, что-то ойланып қалдым мен 40 алмазға, ар жағында 45 сонда, 45 сонда. 45 алмаз и дүкен склад бәрі қалады менде. Сен дүкенді басқа жақта сата аласың ғой, Темір. Келсем дейді. Так, бізде келісім жасалды. Бізде Темір Қаламстан официальный үйін сатқан болатын. Енді бізге дейтін қазір соңғы, яғни соңғы бізде решающий не этап бол бізде қазір ақшасын беру достар. Мен қазір дейтін, яғни бізде Қаламстандағы бар системаны пайдаланамын, яғни кредитный системаны пайдаланамын. И мен қазір дейтін селдиден қазір қарызға, яғни кредитке ақша алатын боламын достар. Так, все так достар, біз қазір мына жерде қазір мен селдиден ақшаны алам. И ол ақшаны мен қазір дейтін Темір Қаламстанға беретін боламын. Все так, үйдің кілті дейді. Так, үйдің кілті ғана бізде. Ема достар, бізге уже үйдің кілтін беріп тастады. Давай селди, онда сен маған нені бер, өзімнің ақшамды бер. Так, бізде достар 45 алмаз. Так, достар, бізде 45 алмаз қолымызда. И және біз қазірден Темір Қаламстанға официально осын енді беретін боламыз. Так, достар, ақшаны. Все, достар, бізде сделка істелінді. Енді так, біз қазір сыртқа шығып, мына жердегі бізде Темір Қаламстан дегенді қазір біз дейтін мына жерде Ермұханның үйі деп өзгертетін боламыз достар. Я біз дейтін Қаламстаннан официально үй сатып алған болатынбыз. И все, достар, біз қазір Ермұханның үйі деп официально өзгерт. Все, достар, бізде кілті бар. Ал рахмет сендерге, Селди, Нұрлан және Темір Қаламстан. Ота, сен кредитный қанша 10% қосылады сенде? Ну, енді сен бір сақ 55 алмаз қайтару керексің ғой. Иә, достар, мен және ол 5 алмаз дейтін ол неге кетеді? Налог біздің Қаламстан үкіметіне кетеді. 5 алмаз селдиға кетеді. И қалған 45 алмаз тоже селдиға кетеді. Иә, достар, 5 алмаз үкімет кетеді. Иә, достар, біз дейтін қазір кредитке алдық. Енді біз дейтін 45 алмазды мемлекетке 55 алмаз қылып қайтаруымыз керек. Иә, достар, біз бүгін дейтін общем Қаламстаннан осындай керемет үй алған болатынымыз. Және де мен осы жерде Темір Қаламстанға бағанағы 17 жан және де Нұрлан мен Селдиға өте өзім көп рахметін айтам. Себебі маған осындай Қаламстаннан үй таңдауға көмектескен, және Селдиға да өте көп рахмет бізде өзінің кредит беріп тұрғанына. Я, достар, бүгін бізде осындай бөлім болған болатын. Достар, егер сіздер осы серверде ойнағыларыңыз келсе, менде IP описанияда болады. Достар, лайк басыңдар. Егер де лайк көп болса, келесі Ермұхан үйіне
дұрыстап ремонт жасап беретін боламыз. Мына состояниесі онша емес әзірше. Дұрыстаймыз да? Иә достар, қараңыздар, мына жаққа біз дейтін ремонт жасауымыз керек. Мына үйдің дизайны маған мүлдем ұнап тұрған жоқ, иә достар. Иә достар, келесі бөлімдерде осы үйді дамытатын боламыз. Сіздермен болған мен Ермұхан, Селди, Нұрлан және де Темір Қаламстан. Барлықтарыңызға рахмет.